Ардақ, сендердің, яғни ер азаматтардың маусымдары басталды деп айтса болады. Қандай маусым? Енді жаз бастала салысымен ер азаматтар сымбатты болу үшін жаттығу залдарына барып, шыныға бастайды емес пе? Солардың 23%-ы зілтемірді көтеремін деп кеудесіне ауыр соқ қалады. Шамаларыңызға қарап көтеріңіздер, жігіттер. Жігіттерге қыздарды сындырамын деп, аяқ қолдарыңызды сындырып алмаңыздар деген келіп отыр ғой. Дәл солай. Не де болса, денсаулықтарыңызға бейжам қарамаңыздар. Жаттығу жайлы айтып отырғанымыз бекерден емес, бүгін би сабақ айдарында сіздермен бірге жаттығу жасаймыз. Қайырлы таң, достар! Біз бүгін сіздермен бірге бой сергітетін жаттығуларды жасайтын боламыз. Алғашқы қимылымыз оңға қарай қадамымызды жасау арқылы сәл қиғашынан бұрылып, қолымызды жоғары қарай созамыз. Бір, ортаға келдік, дәл осыны солға қарай қайталаймыз. Қатты созамыз денемізді. Ортаға келдік, оңға қарай бұлшық еттерімізді, кішкене аяқ бұлшық еттерін созамыз, қол бұлшық еттерін созамыз. Дәл солай солға қарай қайталаймыз. Келесі қимылымыз оңға қарай тіземізді бүгеміз, қолымызды қойдық және бір жақ қолымызды айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Бәрекелді. Келесі жаққа қарай дәл солай тіземізді созамыз және бір қолымызды айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі қимылымыз тіземізді көтеру арқылы оң жақ қолымызға тигіземіз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Соңғы рет. 1, 2, 3, 4. Келесі қимылымыз тіземізді оңға қарай создық және екі қолымызды айқастыру арқылы созыламыз. 1, келесі жаққа 2, қиғашынан созыламыз. Қолымызды жоғары қарай түйістіреміз, екі жаққа ашамыз, оңға, солға, оңға, солға тағы қайталаймыз. Түйістіреміз, екі жаққа аштық және екі жаққа қолымызға тигіземіз. Енді ырғақты музыкамен жаттығуларымызды қайталайық.